Ойлаңдаршы, Титаниктағы Джек уақыт саяхатшысы. Теорияның мағынасы мынада. Барлығы атышулы көріністен басталады. Роза Титаникте секіріп өмірмен қош айтыспақ сәтте, оны басқа емес, дәл Джек Доусон тоқтатады. Бірақ Джек Доусон Розаны кемеден секіруден жақсы ниетпен құтқарған жоқ. Ол мұны істеді, өйткені біреу теңізге түссе, Титаникті дереу тоқтатып, жоғалған жолаушыны іздей бастайтын еді. Ал егер бұл жағдай орын алса, кесте түбегейлі өзгеріп, кеме айсбергке соғылмай суға батпас еді. Демек, Джек Доусон Розаны секіруден тоқтатқан оның бір ғана себебі бар. Розаның ұрпағынан болашақта адамзат үшін аса маңызды біреу шығуы тиіс еді. Бұл теория қайдан шыққан десеңіздер, Джеймс Кэмеронның тағы бір фильмі бар, Терминатор. Ол да уақыт саяхаты туралы. Демек, Джек Розаның аман қалуына соншалықты назар аударуының себебі Роза Сара Коннордың әжесі. Мен білем, Роза тұрмысқа шыққанда оның тегі Коннор емес, Келверт болғанын. Бірақ бұл Роза Сара Коннордың анасын дүниеге әкеліп, ол кейін Коннор әулетіне тұрмысқа шыққан болуы әбден мүмкін. Ал ол әйел Сараны туады, ал Сара кейін адамзатты Скайнеттен құтқаратын соңғы үмітке айналатын баланы дүниеге алып келеді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, теория шындыққа жанасады ма? Оны комментарийға жазып кетіңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Сәттілік.